Оқиға. Сүйген қызым, мен енеммен тату-тәтті тұрам, оны өз анамдай көрем, деп көп айтатын. Анам да айналдырған екі келінім болады, оларды жақтырмай жын көрініп пе, деп отыратын. Олардың осы сөзін естіп жүрген соң, екеуінің тату-тәтті тұратынына нық сенімді болдым. Үйленетінімді айтып, жүретін қызыммен таныстырғанда ата-анамның қуанышында шек болмады. Көзімді ашып көргенім, деп менің тойымды дүркіретіп өткізді. Жаңа құдаларына сый-сияпатты үйіп төкті. Менің әке-шешем олардың да алғашқы құдасы болғасын барын салып күтті. Екі жақ ештеңеден аянып қалған жоқ. Солай біздің отбасылық өмір басталды. Жасырып қайтейін, жазда үйленсек, көктемге дейін жап-жақсы тұрдық. Құлақ тыныш болды. Бірақ келе-келе анамның әңгімесі көбейді. Қазір сол түсініспеушіліктер ренішке, ұрыс-керіске ұласып барады. Анам мен әйелім тіл табыса алмай-ақ қойды. Екеуін бөліп жара алмай мен отырмын. Екеуі де мен үшін ерекше, орны бөлек. Расында да анам тазайын адам, кітаптағы ережелермен өмір сүреді. Кейін істей салам деген сөз оның сөздік қорында жоқ. Түннің жарымына дейін жүрсе де, бастаған ісін аяқтап барып жатады. Әр заттың өз орны бар. Алып, орнына қоюды ұмытып кетсек, бала кезде таяқ жейтінбіз. Соны менің әйелімнен талап етеді. Әйелің бір күлмейді, бедірейіп қалған, қонақ келсе қабағы ашылмайды, деп шағымданады. Екеуінің келіспеуінің тағы бір себебі балалы бола алмай жүргенімізден де сияқты. Пәленшенің сенен кейін үйленген баласы балалы болды. Мен қашан немеремді иіскеймін? Қатының айт, дәрігерге көрінсін, деп отыр. Айдана онсыз да барып тексерілген. Бәрі дұрыс, денің сау, күйеуіңмен бірге кел, депті олар. Ал мен өз денсаулығымды жақсы білем. Балалы болатыныма 100% сенімдімін. Бұйырған күні болар, деп күтіп жүрмін. Апа, Нұрымда барып тексерілуі керек, деп айтып қалып еді. Сен менің баламды белсіздеп тұрсың, оның түк күнәсі жоқ, деп тағы шу шығарды. Маған шаң жуытпай. Шынымды айтсам, бар мәселе әйелімде емес, анамда. Бірақ оған кінәсізден, келініңіз жап-жақсы деп айта алмаймын. Олай десем, өмір бойы бетіме қарамай кететін шығар. Үлкен кісі ғой, деп үндемеймін. Бұрын тек мамам сөйлеуші еді, енді оған папам қосылды. Үйдегі ұрыстан шаршап кеткен бе? Балам, ақыры балалы бола алмай жүрсеңдер, ажаса салғаныңда дұрыс шығар. Әлі жассыңдар ғой, деп айтып қалды. Әкемнің сөзінен байқағаным, егер жақын арада Айдана бала көтермесе, біздің үйден мүлде тыныштық кететін секілді.